Сәлем достар, сіздерге бүгін жаңа тақырыпта әңгіме айтатын боламын. Сіздер мені қолдап, тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Терезенің ар жағындағы қыз Мөлдірдің үйі ауылдың шетіндегі ескі саман үй болатын. Төбесі ағып, қабырғасы қақ жарылып тұратын. Әкесі ішімдікке салынған, анасы күні-түні мал соңында жүретін. Мөлдір 16 жасынан бастап үйдің барлық жұмысын өз мойнына алды. Тамақ пісірді, кір жуды, інісін қарайды. Мектепке барғанда да көңілі жоқ, сабаққа отырды, бірақ көзі терезеде. Сырттағы көк аспан, жел бостандық. Оқу құштарлығы жоқ еді, тек тез бітсе екен деп күтетін. ұбт-ға дайындалмады, кітап ашқан емес. Түнде ұйықтамай телефон қарап жататын, бірақ емтихан күні залға кіргенде біртүрлі тыныштық орнады. Қолы дірілдемеді, сұрақтарды оқып, жауаптарды болжап басқан. Нәтиже шыққанда 100 балл. 140-тың 100-і ауылда ақылды қыз деп мақтады. Бірақ Мөлдірдің көзіне жас келді. Өйткені ол түсінді, бұл балл оны ешқайда апармайды, оқуға бармайды. Оның жолы басқа. 18 жасқа толған күні әкесі құда түстім деді. Күйеуі 30-дағы, ақшасы бар ауылдағы дүкен иесі. Мөлдір үндемеді. Тек түнде төсекте жатып көзін жұмады да, ішінен менің өмірім осы ма деп сұрады. Жауап болмады. Тұрмысқа кірген күні үйлену тойы қарапайым өтті. Мөлдір ақ көйлек киіп бетін бояды. Күйеуі Ербол оның қолынан ұстап, енді сен менікісің деді. Бірінші түнде Мөлдір ауырды. Ербол қатты асығыс болды. Бірақ Мөлдір көзін жұмып бітсе екен деп ойлады. Бір жылдан кейін бірінші ұлы туылды. Тағы бір жылдан кейін екіншісі, 2 ұл. Ербол қуанды, Мөлдірді жақсы әйел деп мақтады. Бірақ Мөлдірдің ішінде бір нәрсе өліп қалғандай болды. Ербол вахтаға кететін болды. 2 апта жұмыс, 1 апта үйде. Үйде қалғанда Мөлдір жалғыздықтың дәмін татты. Балалар ұйықтағанда ол телефонға қарап отыратын. Сосын Инстаграмға кіріп, бөтен еркектермен сөйлесе бастады. Алғашқы көлік жүргізушісі ауылға жиі келетін. Ол Мөлдірді өз көлігіне шақырды. Мөлдір барды. Машинада қараңғыда ер адамның қолын оның санына жоғары көтерілгенде Мөлдірдің денесі дірілдеп кетті. Бұл жолы өзінің күйеуінен басқа адамның жанасуы. Қорқыныш, ұят, бірақ сонымен бірге өмірдің алғашқы дәмі. Құпияның есігі. Ербол әр жолы вахтаға кеткенде Мөлдірдің өмірі өзгеретін. Әртүрлі еркектермен кездесетін. Біреуі көршісі, біреуі аудан орталығымен келген саудагер. Біреуі тіпті мектептегі бұрынғы мұғалім. Әр кездесу жаңа сезім. Біреуі жұмсақ, ұзақ сүйетін, біреуі қатал бұйрық беретін. Мөлдір бәрін қабылдады. Өйткені үйдегі жалғыздықтан гөрі біреудің қолындағы еркіндігі жақсырақ еді. Бір күні жаңа адам пайда болды. Оның аты Руслан. Қаладан келген, әдемі, сөзі майда. Ол Мөлдірді қонақ үйге апарды. Бөлмеде шам сөніп, тек шамның жарығына ғана қалды. Руслан оны төсекке жатқызды, киімін шешті, сосын сөмкесінен бір нәрсе алды. Кішкентай шыны бөтелке, тегіс, салқын. Мөлдірдің көзі үлкейді. Қорықпа, деді Руслан сыбырлап. Сен ұнатасың. Ол Мөлдірдің аяғын ашып, шынаны өте баяу енгізе бастады. Мөлдірдің денесі алдымен қатты тартылды. Сосын біртүрлі толқын келді. Ауырсыну мен ләззат аралас. Ол көзін жұмды, тістерін қайрады. Шыны ішіне кірген сайын Мөлдірдің тынысы тезірек, даусы шыға бастады. Руслан оны тоқтатпады. Мөлдір 2 рет оргазмға жетті. Өмірінде алғаш рет осындай күшті сезімді бастан өткерді. Бірақ шыны шыққанда ішінде бір нәрсе қалып қойғандай болды. Қан тамшысы көрінді. Мөлдір үндемеді. Тек үйге келгенде душта тұрып ұзақ жылады. Қайталау және құлдырау. Руслан тағы келді. Тағы да шыны, тағы да сол сезім. Мөлдір енді сөзді сұрайтын болды. Тағы да қаттырақ дейтін. Ішіндегі ауырсыну оны қорқытпайтын болды. Керісінше сол ауырсыну оны тірі сезіндіретін. Күйеуі үйде болғанда да Мөлдір түнде ұйықтамай Русланның хабарламасын күтетін. Балалар ұйықтағанда ол телефонға қарап өзін өзі қоздыратын. Ербол оны құшақтағанда да Мөлдірдің ойы басқа жерде болатын. Бір күні Руслан шыныны тым терең, тым қатты енгізді. Мөлдірдің іші қатты ауырды, бірақ ол тоқта деді. Руслан тоқтамады. Шыны ішінде сынды. Кішкене сынық қалды. Мөлдір қатты айғайлады. Қан көп болды. Руслан қорқып киініп қашып кетті. Мөлдір өз бетінше ауруханаға жетті. Дәрігерлер шыны сынығын шығарды. Тағы бірнеше миллиметр ішке мүшелер тесілер еді, деді олар. Мөлдір үйге келгенде төсекте жатып төбеге қарады. Денесі ауырды, жүрегі ауырды, бірақ одан да қатты ішіндегі бос сезім ауырды. Соңғы тыныс. Ербол бәрін білді.
Біреу айтқан, ол Мөлдірді ұрып балаларды алып үйден шығарып жіберді. Мөлдір анасының үйіне қайтып келді. Екі ұлының да дауысын телефонынан ғана еститін. Руслан жоғалып кетті. Басқа ешкім хабарласқан жоқ. Мөлдір күн сайын ауруханаға барып емделді. Ішіндегі жарақат жазылмады толық. Дәрігерлер балалы болуын қиын деді. Мөлдір түнде ұйықтамай ескі суреттерді қарап отыратын. Өзінің мектептегі суреті, ұбт нәтижесі, тойдағы ақ көйлек, сосын жылайтын. Ұзақ дыбыссыз жылайтын. Бір күні түнде ауырып оянды, іші қатты ауырды. Қан тағы да келді, анасы ауруханаға барды. Дәрігерлер басын шайқады, инфекция өте күшті. Операция керек, бірақ кешігіп қалдық. Мөлдір операция үстінде жатқанда көзін ашты. Айналасында ақ жарық, ол анасының қолын ұстады. Апа, мен өмір сүргім келеді, бірақ қалай өмір сүруді білмедім деп сыбырлап, көзі жұмулы қалды. Соңғы тынысы өте баяу шықты. Ауылда оны нашар әйел деп айтты. Балалары өсейгенше әкесінің үйінде өсті. Мөлдірдің қабіріне ешкім гүл әкелмеді. Тек жел ғана кейде саман үйдің терезесін қағып, мен мұндамын деп сыбырлайтын.